Служак. Үмбеке, үмбеке. Білте шамның сығарайған жарығымен таңғы оразасын ашқан беті сол еді үмбеттің. Айналасы қамыстан қоршалған қора жақтан біреулердің үмбекелеп үздіккен даусы естілді. Бұл кім екен Таңсарыден тағатсызданған. Мана ақмайла көрбеді. Сенде құйрығыңды көтермедің, деп әйелі тұрсын жыландай жиырыла қалды. Жа, кім болса да сыр берме, ұят болар. Ешкім есік ашпастай құм молада отырған жоқпыз ғой. Тіпті ұры-қары болса да қай жиғаныңды жайпар дейсің, деп үмбет әлдене жақсылықты сезгендей жайбарақат отыра берді. Зылғақ екен тас қараңғы ауыз үйге ұзынды қысқалы екеу сау етіп кіріп келді. Үмбеке, үмбеке, қайдасың? Деді біреуі емешегі үзіліп. Міне, мен мұндамын, деді үмбет те жарды жағалап, сипалаған қонақтардан қысылып. Сырттан кіргенде қараңғы болғанмен, сендерді көріп тұрмын. Ой, бірмай соқыретке ойнаған баладай болдық қой. Ассаламу алейкум, үмбеке. Уағалейкум ассалам. Қатқан қазықтай қақшиып қарсы алдында тұрған екеуі үмбетке құлаштай қолдарын қатар созып, жан тәндері қалмай амандасты. Бұғайсың, өңдеріңді шырамытқанмен танымай тұрмын. Кәне, жоғар шығыңдар, деді үмбет қазақы салт дәстүрмен. Жиенбет ағай ғой, ауыл әкімі, ал мен Тастай қарттың кенже баласымын, әкімнің көмекшісі, деп сумаң етті бойы тәштигені. Жөн екен, кәне төлетіңдер. Көктен түскендей ойда жоқта кеп қалған екеуді үмбет төргі бөлмеге қарай алып жүрді. Жеңеше, бізге төсекшенің қажеті жоқ. Азаптанбаңыз, біз көп отырмаймыз, асығыспыз. Тек бір бәжіне шаруамен келдік, деді Жиенбет баяғы әдетімен қойыртпақтай сөйлеп. Сіздерге үлкен хабар алып. О, не хабар? Жайшылық па байғыз? Зәремді ұшырмай не болса да тезірек айт. Өтім жарылып кетпес, деп тұрсын дыз етті. Екі көзі төрт бұрыштанған үмбетте үн жоқ. Тізесін бүгіп отыра қалды. Үмбеке, деді Жиенбет баяу әндетіп қана. Үмбеке, сізге сонау алыстан мәртебелі бір мейман келе жатыр. Қой байғұс, ол кімдағы? Ішер асқа жарымай отырғанда мүйізі сынық ешкімен қотыр қойдан басқа соятын малда қалмады. Енді оларға немді беремін, деп тұрсын безілдей кетті. Ту, жеңеше-ай, әуелі сабыр сақтап сөзге құлақ түрсеңізші, деп Жиенбет ұртын томпайтты. Менен не сабырын сұрап тұрсың? Айтарыңды айт, жұмбақтамай. Бәсе, біз байғұсқа неғып көзің түсті десем, қонағың осал болмаған-ау шамасы. Күнде осы үмбеттен совхоздың қираған тракторын қызғанып тартып тынып ең. Соған болда қорсынып, кеңсені көруден қалды. Анау тұрған ауылға барып қайтуға да бетінен басады. Есектей жегіп қысқартып тастаған сендерде түк әділдік жоқ. Өкпеңіз орынды, жеңеше, дұрыс айтасыз. Бізден бір қайселік кетті енді. Сол айыбымызды бүгіннен бастап жуамыз, деп Жиенбет ағынан жарылды. Осымен сөзді доғар дегендей үмбет те әйеліне қарап қабағын шытты. Жиенбет ағаны жерге қаратпаңыз, ол сіздерден сүйінші сұрай келді, деді ішінен тынған көмекшісі тілі тықылдап. Не сүйінші, манадан сүйіншіңе көзсеңші, деп тұрсын да құлағын түре қалды. Сүйінші үмбеке. Жиенбет жерден 7 қоян тапқандай басын шалт көтерді. Сүйінші, сізді іздеп әкім келе жатыр үмбеке. Не дейсің? Қайдағы кім айтып отырғаның? Біздің әкім сен емессің бе? Деді үмбет түкке түсінбей. Мені қойшы, сондай облыс орталығынан үлкен кісі келе жатыр. Мәссаған, үлкен кісің кім ол? Бастықтардың үлкені кішісі бола ма? Неге болмасын? Болады. Бізге бәрің бірдей болған соң қайдан білейік? Шенеуніктерді шатырыстырмаңыз үмбеке. Сізге анау-мынау емес, білдей облыс басшысы келе жатыр. Облыс әкімі ме? Иә, облыс әкімі келе жатыр. Кәдімгі Қанатбек Қуанұлы. Не дейді байғұс? Тосын жаңалықты Жиенбет әрі қарай жалғап әкетті. Үмбеке, мына біз білмей жүрсек, облыс басшысы сіздің служагыңыз екен ғой. Сізбен армияда бірге служит етіпті. Баяғыда айтсаңыз қайтеді жасырмай.
Мана таңғы 4-те Ізімбек Сәуірович звондап аяғымыздан тік тұрғызды. Солай да солай, іс-сапармен үлкен бастық біздің жаққа келгелі жатыр. Баяғыда армияда орталық Үмбет деген жігітпен дәмдес болып едім. Егер аман сау болса, сол жағыма жолшыбай соғып көрісіп шығамын деді. Ал енді абыржымай іске кірсіңдер деп аудан әкімі бізге тапсырманы үйіп төкті. Бастықтың бұйрығын естіген бойда атқа қондық. Қазірден бастап іске кірісуіміз керек. Шаруа шаш етектен деп Жиенбет шабақ балықтай майлы алақанын ысқылап жіберді. Манадан тілін тыққылаған тұрсында еш жоқ. Өтірігі ме әлде шыны ма дегендей Жиенбетке жұтына қарап қалған. Үмбет болса екі оқты күйде. Сенер-сенбесін білмейді. Қайдағы армия, қайдағы служак, қайдағы әкім екенін есіне түсірмек түгілі өз атын өзі ұмытып қалғандай. Үмбеке, сізге не болды? Қанекеңнің біздің облысы әкім болғанын естіген жоқсыз ба? Тізгінді ұстағанына аз уақыт болса да, атауызға ертелікті келген бойда қыруар шаруаны жапырды. Қауырт жұмысына қарамастан сізді де көруге асық. Нағыз азамат деп міне соны айт. Нағыз азамат деп Жиенбет мақтауын асырды. Білем ғой, әкімнің ауысқанын, бірақ дәл мына менімен армияда служак болған күмәнданып отырғаным. Ал қайда, мына мен қайда? Екеуміздің арамыз жермен көкте емес пе? Деп Үмбет әлденеден қысылып, қымсынғандай арық мойнын ішіне тартып, мықшия түсті. Сіз шатыссаңыз да, Қанекең шатыспас Үмбеке. Пәметі мықты боп тұр ғой ол кісінің. Білімі де күшті көрінеді. Бәленбай тіл біледі дейді қасында жүрген жігіттер. Өзінің қырағы алғыр жұмыскер деп естідік. Ептілігі болмаса, екінің бірі ел басқара ма? Шырақтарым-ау. Дегенмен ұйқылы жүріп шала естіген шығарсыңдар. Бізді босқа үреге сап даурықтырмай, анығын сұрап білші ауданнан, деп Тұрсын қайтадан тірілді. Жұртқа бошқа күркеге қалмайық. Досың да қасқырдың да терісін жамылған мына заманда өз басым екі иығымна басқаға сенбеймін. Меңіреу далада мелшиіп отырған мына бізді самолетпен ұшып қонып жүрген әкімдер қайтсын. Тіптен ақылға сыймайды. Үмбет армиядан келгенде қылдырықтай қыз едім, қазір қара қатын болдым. Содан бері қай заман? Айпырмай жеңеше-ай, не айтсам да иланбадыңыз-ау. Маған сенбесеңіз осы қазір Ізімбек Сәуіровичпен қайта сөйлесейін, деп жаны көзіне көрінген Жиенбет шалбарының ышқырынан тышқандай қара телефонын суырып алды. Әңгіменің жай жапсарын енді ұққан Тұрсын райынан қайтты. Алла дүние-ай, жеткіп жылдар өтсе де мені ұмытпаған Қанекем-ай. Көкте жүрсе де көзі жерге түскен неткен жан еді. Ол әкім емес, әулие ғой, әулие деп көңілі шалқып тасыған Үмбет те қуаныштан жанарына ыстық жасалды. Әулие адам болған соң да сені іздеп келе жатқан шығар. Әйтпесе аузын құр шөппен сүрткен бізді қайтсын. Служак түгілі осы күні сүрінсең ағайының да қайрылмайды. Қап, ойбай-ай, қыстақтан қыстаққа көшіп қонып жүргенде әлгі ескі альбомның де қайда қалған білмеймін. Ең болмаса жігіт күнгі түрінен таныр ма едің, қап деп Тұрсын сүңірі шыққан арық санын бір соқты. Осы үйде сарғайған суреттен басқа көп нәрсе жоқ еді ғой. Іздеп көрсеңші, мүмкін табылып қалар. Қанатбек дейсіңдер ме? Қанатбек. Арада сүт пісірім уақыт өткенде барып Үмбет ұзақ ойдан оянды. Таптым, егер сол болса таптым. Екі беті дөңгеленген, қара торы, орта бойлы, еті дірі жігіт кәмендіріміз болып еді. Қазақ шағада, орысшаға да ағып тұрған пысық еді. Мақалдап, мәтелдеп сөйлегенде полковниктерге де дес бермейтін. Кешкісін бүкіл солдат сол жігіттің аузына қарап отырушы ек. Әңгімені де көсілтіп, майын тамызып, тұздығын құйып айтатын. Әл қисса дастандарды жатқа соғатын. Ешкімді жатырқамай қасына үйіріп алатын. Бос уақытында кітаптан да бас алмайтын. Көбіне кешкісін домбырамен ән салатын. Қоңыр даусы да тым жақсы еді. Орыс демейді, ұйғыр демейді, өзбекпен де, түрікпен де тіл табысып кететін. Ененің көзінен өткен пысық еді. Әй, меніңше сол жігіт. Одан басқа армияда арамызда жанын тұрған служак жоқ еді.
Жанар оты жылтыраған үмбет тым алыстап кеткен оттай ыстық. 18 пен 20 жасын еміс-еміс есіне ала түсті. Жігіттер, кәне тездетіңдер, батылдау қимылдайық. Жәке, мына сымды енді қайта тартамыз. Үйге жарық кірді ме? Әрине, ауладан бастап анау шеткі қораға дейін жарқыратып қойдық. Молодец. Жәке, түс ауа 2 камаз шиыршық тас келетін болды. Оны қайда төсейміз? Жазғы сарайдан бастап үйге дейін жайып тастаңдар. Біздің Үмбекең қораға да асфальт жолмен барсын. Бұдан былай баптанып. Ай, бәрекелді, бәріміз де үмбет тозды-ау. Хакіммен бірге менің де сол жететпеуім қараш. Осы ауылдан армияға үмбетпен бірге аттанып едім. Пойызбен басқа қалаға алып кетті мені. Әйтпесе деп Амантай өткен күнге өкінгендей сыңай танытты. Кәне, бос сөз доғарайық, басқа да тапсырмалар не боп жатыр деп Жиенбет көмекшісіне қарады. Әкеледі, бәрін бүгін әкеледі. Жаңа бір әзірде хабарластым деп еліп ете қалды көмекші жігіт. Әшейінде ұшқан құстан басқа тірі жан көрінбейтін мынау жапандағы жалғыз үйге ауыл аймақ тайлы таяғымен түгел көшіп келгендей. Құмырсқадай қыбырлап шыбырлап, жанталасып, үмбеттің бар шаруасын істеп жатқан бір жан. Баяғыдан жөндеу көрмей, іріп-шіріп, азып тозған үйдің ұсқынын үркіп, ілкіде Жиенбет 5 ауым уақытын ішінде үмбетті көшіріп әкетпек болды. Оны есті үмбет ер тоқымын алып тулады. Тұрсын болса сіріңкедей тұтана кетті. Көктен құдай жетіп келсе де құтты қонысында аттап ешқайда кетпеймін. Осы босағада тоқпақтай 3 ұлды доғдырсыз өзім туып, кіндігін өзім кестім. Барымен базар жоқты қайдан қазар деді нығыздап. Дегеніңе құлдық жеңеше. Ешкімді азапқа салмай салулы тұрған су жаңа үйдің қызыл жібін әкімдерге қиғызып, Үмбекеңе сол жағы 4 бөлмелі үйдің кілтін беріпті. Дегізгім келіп еді. Сізге бір үй баяғыдан тиесілі болатын, деп Жиенбет жалпылдай жөнелді. Қолмалы ауыл әкіміне құлақ аспай, қалауын тапса қаржанады дегенді іс қимылдармен дәлелдеген жұмысшылар шаруаны дөңгеленіп тастады. Ертеректе қара смаламен қапталған үйдің төбесіне күн нұрымен шағылысқан ақ шатырды тұрғызып та тастады. Шарбағының айналасын қызыл топырақтан арылтты. Тауық қораның орнын қырып жіберіп, қызыл тастан өрілген керемет монша салып берді. Малдың шапасы мен саз балшықтан қосып сыланған үйдің 4 қабырғасын әпсетте жоқ қылған сайдың тасындай жігіттер кірпіш тастан қайтадан өрді. Үмбеттің ескі қонысы көзбен көрсең сенбестей, тілмен жеткізе алмастай әдемі түрге еніп, жаңарып шыға келді. Үйдің ішінде сыртында айнадай жарқыратты. Қас-қағым сәтте сыры ұшқан ыдыс аяқтан бастап, тышқан тесіп мүжілген сандықта, қисық шкафта, шиқылдаған кереуетте, аяғы ақсақ үстелде енді келмеске кетті. Байбалам салған тұрсынның да сала құлаш гүлді кілемді көргенде көзі оттай жайнады. Қайтсына енді. Хан сарайындай өз үйінен өзі үріккен үмбетте өкпесін сыртқа шығарып күңкілдеді. Бір шегесінде жылмаңдар дегенім қайда? Кәнекең менің дүние мүлкімді түгендеуге келе жатпаған шығар. Оған дүние таңсық деймісіңдер? Деп кейді. Үмбеке-ау, күдекең берсе желдеткіштен де береді деген осы міне. Көрмейсің бе, жыртық үйдің де құдайы барына көзің жетіп тұрғанын. Осқан алып қайтесің? Совхоз тарағанда сені ит жемге алдымен тастап еді. Көк бөлдізірдің шіріген болтына дейін түгендеп. Көрдің бе енді айыптарын жуып шайып алдыңда құрдай жорғалауын бұлардың. Служагың аман болса бұлар сені ақ киізге көтереді әлі. Дыбысыңды шығармай бұйырған несібеңді алып қал, деп баяғы кластасы Амантай ақ ниетін білдіріп дәйек. Дегенмен жұрттан ұят қой, қоңыр тірлігімнің қайырын көрсем де жарар. Осы жақсылықты баяғыда жасаса қайда қалыпты? Біреу қолдарын қағып па? Егер Кәнекең сол жағым болмағанда, бұл дүниенің ырыздығын қорқалады екенмін, деп үмбет иегінің астынан күңкілдеді. Бәрінен қысылатыны ертең сыйлы қонаға келгенде өзінің қоян жүректігін шәу тартқан жүзінен аңғартып қоятын тәрізді. Өзі қылығын байқаған Жиенбет те буы бұрқыраған ыстық моншаға кіргізіп, сақал мұртын қырғызып, шашын жұғартып, әйелі екеуін мұздай киіндіріп қойды. Көңілі де жайланып,
Жарайсыңдар жігіттер, ала қойды бөлек ырыққан жүнде жарымайды деген сөзге қалдырмай шаруаны жайғастырып тастадыңдар. Үмбекеңнің үйінде бірінші рет телевизор сөйлеп тұр, тоңазытқыш гүрілдеп тұр. Жеңешем енді құдыққа айран сүтін байламайтын болды. Әзірге мына газ баллонын жаға тұрыңыз, таусылса әкеліп тұрамын. Ауданда көңілдір отын келген бойда алдымен осы кең шараға тартқызамын. Сонымен мал сойылды, бас үйтілді. Енді жеміс жидек келсе дастарханның да мәзір әзір, деп ауыл әкімі әдеттегідей қос алақанын ысқылады. Тойдың болғанынан bo'ладысы қызық деген осы екен. Әне-міне дегенше үмбеттің сол жағы келетін кезде таялды. Сол күні қоңыр күздің шапағаты айнала алтындай арайын шашты. Әншейінде жанарыңды жасауратып, берекеңді бестен қылатын қызыл топырақта сап тыйылды. Бесеңеден биік қарайғайлар бұтағына қыздай нәзік еркелеген қос біткенді қондырып, самал желмен сызылтып ән сап тұрды. Әуелден көрікті де көркем құм нарын айналаға ерекше нұр сыйлай түсті. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарап, ала кеуім шақтан ат арбасын қамшылап сайдың тасасынан, құмның бөктерінен ағайын туыс, жақын жырағат төбелерін қылтитып, асығып аптығып келе бастады. Үмбеттің тақтайдай тегіс тас төселген ауласына, тілдері салқақтаған өңкей қара ит пен сұр ит толып кеткенде, Жиенбеттің ұсқыны бұзылып шайыт болып кете жаздады. Көмекші жігітке дереу көздерін құрт деп жекіді. Шырағым Жиенбет, адам қазақ жақсыны көрмекке деген. Ауылға 5 жасар бала келсе, қалтыраған қарияда тәлтіректеп кеп сәлем бермей ме? Сырттай болса да әкімнің түрін көріп қалайық деп, еті тірі біреуі тоқтатты қайта. Ендеше жұмған ауыздарыңды ашпаңдар, ештеңе сұрамаңдар. Ол кісі үйге кіреді де шығады деп ауыл басшысы жиналған жұртқа шарбақтың сыртынан қарап тұруға рұқсат етті. Өзі қасына бешпетінің төсіне 2-3 түйір жылтыр темір қадаған 4-5 шалды алып, оң жағына үмбетті әйелімен бірге тұрғызды. Алыстан жыбырлай көрінген көлік біткенге көзін сүзген үмбеттің дегбірі қашты. Қылғынып ыстықтаған соң мойнындағы жуан галстугы де шешіп тастады. Ердің құнын нардың пұлын сұрамағанмен, Жиенбет бастаған команданы бидайдықтай қуырып, бәлен жылға өкпесінің кегін жақсылап бір алған тұрсын да тап қазір үн жоқ. Сапта тұрған сарбаздай сазарып қалыпты. Сонымен берген серт те, айтқан уәде де орындалды. Кешікпей түрі де, әйнегі де жылтыр қара көліктер, бәйгеден оза шапқан сайгүліктей зыр етіп Алланың алдына тоқтай салды. Сол-ақ екен ешкімнің жетіп келіп, қошемет білдіріп күтпестен көліктің артқы есігінен орта бойлы, тығыз денелі, дөңгелек жүзі жылы, әрі сүйкімді жігіт ағасы шыға келді. Қимылы шапшаң, жүрісі шалт, көңілі сергек жан екен. Іле-шала «Ассаламағалейкум» деп қалт-құлт еткен қарияларға қос қолын созып, емен жарқын көрісті. Жан-жағынан ентелей қарап тұрған көпшілікке де күлімсірей амандасты. Сосын сол жақ шекесіне аға сиректеу қалың шашын толқындата қайырып тастап, айналаға нұрлана қарап, көптен көрісуге асыққан сол жағын іздей бастады. Осы сәтте манадан именшектеніп, топ арасына бойын тасалаған үмбет те жылай алмай, шідерінен босаған асау аттай алға ұмтылды. Сол жақ, деді Қанатбек Қуанұлы қыран құстай кең жайған құшағына 25 жылдай көрісіп, біліспеген ескі досын емін еркін сыйдырып. Сол жағым менің, өзіңді көретін күн бар екен-ау. Қаумалай қараған ел жұртта ес жоқ, аң-таң. Көрген түстейін десе түске, әл-қиссаға, ертегі дастанға мүлдем ұқсамайтын мына бір шынайы көрініске бәрі іштей қайран. Үмбетте жерден жеті атас тіріліп келгендей, өз құлағына сығайрайған екі көзіне сенер емес. Мәре-сәре болып амандық саулық сұрасқан соң қадірлі қонақтар төрге озды. Қазақы ырыммен тізесін бүгіп, кең дастарханнан бауырсақ ауыз тиген Қанатбек Қуанұлы уақытының тығыз екенін, осы облыстың тізгінін ұстағалы аудан жаққа сапармен келіп кеткенін, бірақ қанша жол түссе де сол жағымен кездесудің сәті енді түсіп отырғанын айтып, аз-мұз жерін тарқатты. Сәлден соң қабырғаға сүйеулі тұрған домбыраны қолына алып, киелі мекенге келіп тұрып, құм нарынға табаным тиіп тұрып,
кезінде қара нанды бөлек жеген Сұлжагымды көріп тұрмын. Бір күй тартып бермесем болмас деді. Сөйтті де Құрманғазының балбырауын көмбірлете жөнелді. Әй бәрекелді, арда туған Алаштың азаматы екенсің шырағым. Сен келгелі жайық өңір өзгеріп, жағдай әбден түзелді. Мүйізі қарағайдай мықты ақын жазушыны да елге әкеле бастадың. Мәдениеттің мәртебесін өсіріп жатырсың. Еңбегің алладан қайтып, тіл көзден аман жүр айналайын деп ақсақалдар жағы қол жайып батасын берді. Рахмет, сіздерге де жаратқан ем жар болсын. Ал енді Сұлжак қысылмай жағдайыңды айта отыр. Жер аяғы кеңінгенде қалаға қыдырып келіңдер. Бұдан былай мына отырған аталарыма Үмбекеңе көздеріңнің қырын сала жүріңдер деп Қанекең әзіл шынын араластыра сөйледі. Әрине Қанеке, әрине, мына біз Үмбекеңнің сізбен армияда бірге служит еткенін жақында білдік. Естіген бойда тікелей өз қамқорлығыма алдым деп аудан әкімі Ізімбек Сәуірович тіл алғыш баладай басын шұлғыды. Табалдырыққа таман отырған Жиенбеттің кеудесінен шыбын жаны мана ұшып кеткендей, аузын буған өгіздей үн жоқ. Қанатбек Қуанович, қызмет айтыңыз, біз осы барға әзір, жоқымыз жай жандарымыз деп Тұрсын өлімсірей тіл қатты. Манадан дыбысы шықпап еді, қайта облыс басшыларының иман жүзді жан екеніне көзі жетіп тіріле бастағаны. Ара гідік басындағы сусылдаған ақ жібек орамалын ұшынан тартып қояды. Менің аты жөнімді түстеп қайтесіз, сіздерге қызмет сала келгем жоқ. Үмбетті бір көру баяғыдан ойымда еді. Дәм бұйырайын десе осы. Тірлік болса әлі талай тілдесерміз, жүздесерміз. Қырға тамырлы халықпыз ғой, бізді осы бірлігімізден айырмасын деп сүт пісірім уақыттың ішінде жұртты айрандай ұйытқан Қанекең кетуге ыңғайланды. Әттең Сұлжак деді, сосын Үмбеттің сүйегі шодырайған иығынан қапсыра құшақтап. Өзіңмен құмға аунап, қарағайдың түбінде жұпар ауаны жұтып жатар ма едім, бірақ уақыт тапшы. Шаруаң ұқсамай жатса хабарлас, мынада бәрі жазылған, деп аты жөні көрсетілген визитканы қолына ұстатты. Сәлден соң дыбыссыз тұтанған жеңіл көліктер нарының бөтегенде биік жусан даласымен бой тасалап бара жатты. Айпырмай, Қанатбек деген осы екен ғой, жүрсең көре бересің деген ел аузында қаратқан әкімді де көрдік-ау. Өзі-ақ сөйлеп адал күлетін, жақсымен жолдас бола білетін азамат екен. Кісілігін айтшаңшы, әкіммін деп кеудесін ұрып тұрған жоқ. Оралдан Сұлжагын іздеп келудің өзі неге тұрады? Арыстанның аузындағысын алатын нағыз азамат екен. Ер екен, балдай тәтті тілі қандай өзі ғана. Пай шіркін, әкім біткеннің бәрі Қанекеңдей болсашы. Жарадың Үмбеке, ырыздығың мол екен, Сұлжагың шынымен ер екен. Үмбетті ортаға алып, ауланып, ішін басып көтерген бір адам. Анау-мынау емес, облыс әкімі келе жатыр дегенде, жанымызды қоярға жер таппап ек, бәрі де көрген түстей өте шықты деп Жиенбет бастаған ауылдың атқамінерлері бар. Басқасы бар олап-шолап үйге кірді. Қанекең ауыз тиген бас қайда? Бас, миын жеп көзін алайық. Бір көзді Үмбетке, бір көз Жиенбетке берейік. Әкім тапсырып кетті ғой. Бұдан былай Үмбетке ғана емес бәрімізге көз болып жүрсін деп қағытты қошалдың біреуі. Кәне, мына төсенішке немеремді аунатып алайыншы. Жақсы адамның отырған орнына сәбиіме жұғысты болсын. Қанатбек ағасындай өскенде ақылды азамат болсын. Әкім болса халқына жақын болсын деп көрші кемпір құрдас шалын төрден ысырды. Сол бойда жас келіндер де әжейдің ырымымен сәбилеріне жасап мәре-сәре болысты. Не керек әйтеуір, ойда жоқта Сұлжагы келіп кеткелі Үмбеттің үйінде 30 күн ойын, 40 күн той болды. Қазан ет асып, бауырсақ пісіруден Тұрсында қажымады. Тым-тырыс жатқан жайлаудағы жалғыз үйдің алыстан шамы жарқырап, тірліктің баянды бақыты сезілді. Содан бері арада жылжып біраз жыл өтті. Азып-тозып, жаны жүдеп, шау тартқан Үмбеттің көкірегі мен жан сарайы кеңіп, бұрынғы құсалық пен күйзелістен құлан таза айықты. Кететсе теледидар мен радионы тыңдап, газет-журналды қалдырмай оқып, Сұлжагы жайлы жазылған мақала мен сұхбаттарға бөлек сақтайтын болды. Тұлпарлармен бірге жүріп, сұңқарлармен бірге ұшатын Сұлжагының амандығын көктен тілейтін болды.
Тіпті жол жөнекей өткен-кеткен жолаушыға дейін әлі күнге Қанекеңнің Сылжагы деп үмбеттің қыстауына әдейі бұрылып, хал қуатын біліп тұрады. Ауылдағы ағайындар Сылжагын іздеп келген қарапайым әкімді жиі-жиі еске алып, сол күнді сағынады. Ал көз көрген қариялар Жақы Қанытбек құлдарының зәмзәм суындай әр сөзін, әңгімесін тыңдауға ынтығады. Үмбеттің Сылжагы, нағыз жак деп тасы өрге домалаған қазақтың бір ұлына ақ жол тілейді.